Келісесіз бе, тарихи қиялда Каспий теңізі әлдеқашан өз алдына бір дүнияға айланған. Бұл жерде Евразияның ішкі океанында асырлар давамында каруанлар, әскери жүрістер hamde зияратшылар, сондай-ақ қашқынлар бірі-біріменен кесісіп, жағаларында империялар hamde ұмытылған князьліктердің ізлерін қалдырған. Антик дәуір географлары hamde орта әсір шежірешілері үшін Каспий теңізі тек географиялық объект емес, ал тәртіпке салынған дүния менен қауіп-қатер кеңістігі арасындағы шекара болып, бұл жерде сауда ешқашан зорлықтан толық ажыратылмаған еді. Дәл осы жерде дала тау hamde Иран тегісліктері тұтасқан жерде теңіз саудасы қарақшылықпенен бір қатар жасап, бір адамлар кезекпе-кезек саудагер, жауынгер һәм теңіз қарақшылары болуы мүмкін еді. Ұлы мемлекеттердің шартнамалары, портлардың құрылысы hamde нефт өндіру хақында сөз ететұғын рәсми тарихтың көлеңкесінде ұзақ уақыт бойы басқа бағдар, өзгелердің жүклерін тартып алу һәм жолларды күшпенен бақылау арқылы жасауға ұрынғанлардың тарихы жасырынып қалып келген. Каспий теңізіндегі қарақшылар олардың жер орта теңізіндегі кәсіплестері сияқты романтикалық қаһармандарға айланбады. Һәм осы себеплі олардың өмірбаянлары хроникалардың, хужетлердің hamde дипломатикалық хат алмасы олардың қысқа жолына сіңісіп кетті. Міне сондай үзік-үзік гуалықлар бойынша олардың келбетін қайта тікіреп, біз экзотикалық әпсананы емес, ал институтлардың әзіргі зорлықты сауданың дауамына айландырған шекаралық дүнияның жәмиетлік әмелиятын көреміз. Бүгінгі видео Каспийге тек қана жібек hamde нефт тамыр спатында емес, ал қарақшылық аймақлық сиясат, экономика hamde күнделікті жасаудың айнасына айланған жеңсілік спатында қарауды ұсыныс етеді. Бұл жайхон жойбары біз басладық. Каспий теңізі дүниядағы ең үлкен тұтас су хауызы болып, айымғы Паратетис Пара океанының қалдығы спатында қалыптасқан уникал географиялық hamde экологиялық система есептелінеді. Оның аз тұзлы сулары, табиғи ағысының жоқлығы hamde дәрежесінің ірі дариялар, әсіресе Волга hamde Урал дарияларының аймағына байланысқанлығы, оның гидрологиялық режимінің өзгешелігін hamde климат һәм антропоген өзгерістерге сезілерлі дәрежеде сезгірлігін анықтайды. Асырлар давамында Каспий теңізі оның жағаларында жасайтын халықлар үшін ахметлі болып қалды. Яғни антик hamde Иран дәстүрінде ол Гиркан теңізі, орта әсір араб географиясында Хазар теңізі, рус деректерінде Хвалын теңіз деп аталған. Бұл болса оның әрқилы дәуірлердің мәдени hamde сияси дүзімлеріндегі ахметін айқын көрсетіп береді. Ерте орта әсірлерден баслап Каспий теңізі ұлы жібек жолының арқа тармағының орайлық буынына айланды. Оның жағалары арқалы Иран, орайлық Азия, Кавказ hamde шығыс Европаны байланыстырушы ахметлі сауда тамырлары өткен. Скандинавия, Русь, Хазария hamde мұсылман шығысы базарларын байланыстырған Волга жолы айрықша ахметке ие болған. Каспий портлары көп миллетлі экономикалық орайлар спатында рауажланып, оларда араб, Иран, түрк, рус hamde еврей саудагерлерінің мәплері өзара кесірісті. Тері, күміс, гезлеме, құл, татымлы затлар hamde зеп-зейнет бұйымлары саудасы Евразияның арқасы менен ислам дүниясы арасында жедел алмасуы тәминленеді. Археологиялық мағлұматлар hamde орта әсір жазба деректері Каспий ахметлі түйім болған кең тармақлы сауда жолларын көрсетеді. Ерте жаңа дәуірде де Каспий бойында теңіз саудасы өз ахметін жоғалтпады. Әсіресе Сафавилер Ираны менен Россия арасындағы экономикалық байланыстарда Каспий портларының орны айрықша еді. Жіпек,
қолөнер бұйымлары һәмде азық-ауқат тасымлары тұрақты сауда жолларын пайда етіп, аймақты Евразия алмасыну системасына қосты. Каспий геосаяси бассейнінің де белгісі болды. 18-19 ғасырлердегі дипломатиялық келісімлер ірі мемлекеттердің стратегиялық мәплерін бекітіп, бұл су хауызының аймақ транзиті һәмде экономикасын бақылауда қаншалықты ахметлі екенін көрсетті. 19 ғасыр ақырынан баслап Каспийдің ахметі нефт һәмде газ өндіруменен анықталатын болды. Баку һәм Абшерон 19-20 ғасырлар аралығында жаңа энергетика экономикасы үлгілер қалыптасқан дүниежүзілік нефт санатының ең ірі орайларынан біріне айланды. Каспий бассейнінің нефт-газ потенциалы бүгінгі күнде де айрықша ахметке ие. Офшор конлер һәмде углеводород экспорты инфраструктурасы жағалау мемлекеттерінің стратегиясын анықтап, аймақтың қазіргі геоэкономикалық дүзілісін қалыптастырды. Сонымен бірге бекіре сияқты дәстүрлі ресурслар адам іскерлігі һәм экологиялық өзгерістер себеплі терең дағдарысқа ұшырамақта. 1991 жылдан кейін аймақтың саяси дүзілісі түптеп өзгерді. Каспий екі мемлекет бақылауындағы зонадан 5 қаресіз жағалау мемлекетінің өзара тәсір ету кеңістігіне айланды. Бұл теңіздің құқи мәртебесі, түбі һәмде жер қойнауын шекаралау, нефт-газ ресурсларын бөлістіру һәмде экосистеманы сақлау мәселелерін алға шығарды. Сонымен бірге Каспий, Европа, Кавказ, Орайлық Азия һәмде Ирандағы байланыстырушы кілт транспорт түйіні болып, аймақлық қауіпсіздік һәм халықаралық сауданың ең ахметлі бөлігі қызметін атқармақта. Солайынша Каспий теңізі 2000 жылдан астам уақыт давамында Евразияның стратегиялық сауда һәмде мәдени орай мәртебесін сақлап, оның жағалауларына жайласқан мемлекеттер, экономикалар һәмде цивилизациялардың рауажлануына тәсір етіп келмекте. Каспий теңізіндегі қарақшылар көп әсірлер давамында қалыптасқан һәм аймақтың саяси бөлшекленуі және де теңіз саудасының өзгешеліктері һәм жағалау мемлекеттерінің акватория үстінен бақылауының хәлсіздігіменен тығыз байланыслы болған құрамалы һәм әртүрлі жәмиетлік құбылыс еді. Ерте орта әсірлерде теңіз қарақшылары хақында араб, парсы һәм рус деректерінде Дағыстан, Шерван һәм Құбла Каспий жағалауларында әрекет еткен қауымлер һәм айрым топарлардың басқыншылықтары хақында айтылады. Бұл дәуірлерде қарақшылық көбінесе шекаралық сипатқа ие болып, жергілікті хукімдарлардың әскери жүрістеріне немесе теңіз кеңістігі құрғақлықтағы тәсір аймағының давам сипатында қызмет еткен қауымлер бірігуінен һәми уақытта ажыралып тұрмайтұғын еді. Ерте орта әсірлік жазба деректерде хазарларға бағынышлы топарлар, сондай-ақ Иран һәмде Кавказ өлкелері түйіскен жерде әрекет етіп, сауда каруанлары һәмде жағалау елатларына hüjum ету үшін кіші тез жүрер кемелерден пайдаланатұғын отрядтар ең белгілі болған. 11-13 әсірлер давамында жағдай әдеуір өзгерді. Каспийдің арқасыменен Құбласы арасындағы сауда байланыстары күшейді. Сонымен бірге товар ағымларын бақылаудың бір түрі сипатында теңіз қарақшылығының тартымдылығы да артты. Бұл дәуірде Түркей, Дағыстанлық һәмде Иранлы элементтерден құралған топарлар ярымғаресіз харекет етіп, көбінесе жергілікті хакимиятлар менен құрамалы қатынасқыларда болғанлығы хақында мағлұматлар бар. Олардың гей-паралары гектареплеме іскерлік алып бару мүмкін еді. Рәсми түрде хукімдарларға қызмет етіп, ал бейрәсми түрде саудагерлерге шабуыл жасап, хакімшілік басқарудың хәлсізлігінен һәм аймақтағы мемлекеттер арасындағы жиі жүз беретұғын келіспеушіліктерден пайдаланған. Көбінесе қарақшылық шекаралық жәмиетлер экономикасының ажыралмас бөлігіне айланған. Теңіз басқыншылықтарынан алынған олжа, егіншілік ямаса өнерменшілік жеткілікті тұрмыс дәрежесін тәминлей алмайтұғын жерлерде табыс дерегі болған. Каспий теңізіндегі қарақшылық тарихында 9-10 әсірлердегі рус жүріслері айрықша орын иелейді. Олар араб һәмде парсы жазба деректерінде суретленген. Бұл экспедициялар классикалық қарақшылық болмаса да, ал ірі әскери жүріслер болса да, олар теңіз талан-таражының белгілерін өз ішіне алған. Себебі олардың нышанасы бай жағалау қалалары һәмде сауда
кемелері болған. Бұндай операциялар саяси мотивленген әскери харекетлер менен жинаятлы теңіз басқыншылығы арасындағы шекараның анық емеслігін көрсетеді, ал қатынасушылардың өзлері харқилы этникалық әмде саяси құрылымларға тиісті болуы мүмкін еді. Соңғы орта әсірлер әмде ерте жаңа дәуірде 14-18 әсірлер аралығында Каспий басқыншылығының табиаты және бір мәрте өзгерді. Мемлекетлердің Сефавилер Ираны, Ширван мемлекеті, Дағыстанның жергілікті хүкімдарлары, кейінірек Россия империясының күшеюі теңізді бақылауға орынуларға алып келді. Бірақ дәл осы дәуірде арқа батыс һәмде батыс жағалауларда тұрақлы теңіз қарақшылар топарлары пайда болды. Олар кейде жергілікті феодаллардың жәрдеміне сүйінген немесе құрамалы кланлар арасындағы қатынасқылар системасына ғаризлі болған. Олардың арасында өздерінің жылдамлығы, жағалауларды жақсы білуі һәм тез хүжімлер үшін кіші кемелерді шебер пайдалануымен танылған Дағыстанлы топарлар айрықша көзге түскен. Каспийдің құбла тарепінде Гелиян һәм Мазендеранның жағалау аймақтарымен байланыслы топарлар һәм харекет еткен. Бұл жерлердегі таулы ландшафт һәм жергілікті жәмиетлердің салыстырмалы автономиясы осындай құбылыстың жасау үшін қолайлы шариятлар жаратқан. Сол уақытта жібек, дән, балық, нефт һәмде қол өнері бұйымларын тасу қатарлы сауда жолларының стратегиялық ахметінде күшейтті. Экономикалық мәплердің бұндай жәмлесуі қарақшы топарларды өзіне тарты. Олар көбінесе Каспий кемелеріне, әсіресе мемлекетлердің үкіметі хәлсіз емаса қарама-қарсылықлы болған жерлерде хүжім жасады. Россия һәм Иран өз орынларын бекемлеген сайын қарақшы топарлары әсте ақырын ашық харекет ету мүмкіншілігін жойытты. Бірақ 18 ғасырге дейін олар теңіз тұрмысының айтарлықтай тәсірі болып қалды. Солайынша Каспий теңізінде қарақшылар бірден бір емаса этникалық шақтан бір қилы құбылыс емес еді. Бұлар келіп шығу бойынша һәр түрлі жәмиеттер болып, олар үшін теңіз қозғалыс, экономикалық пайда һәм сияси ойын мәканы болып қызмет етті. Олардың іскерлігі Каспий дүниясының өзгешелігін, шекаралық көп миллетлі һәм көп әсірлер дауымында бір орайдың билігі астында толық бірлеспеген дүнияны көрсетті. Каспий теңізі қарақшылығы тарихы аймақтың кеңірек тарихының бір бөлек болып, онда саудагерлер, мемлекетлер, қауымлер һәм жергілікті жәмиетлердің мәплері тоқнасты, ал теңіздің өзі бәсекелесу, алмасу һәмде қарама-қарсылық майданына айланды. Каспий теңізінің қарақшылары бірден бір халық емаса тұрақлы қарақшылық мәдениеті емес, ал әр түрлі жәмиетлердің жинағы болып, олардың іс-әрекетлері жағалау аймақтарының жәмиетлік экономикалық һәм саяси өзгешеліктерін сәулелендірген. Яғни олардың құрамы әр қилы дәуірлерде өзгеріп тұрған. Бірақ деректер бірнеше тұрақлы топарларды ажыратып көрсетуге мүмкіншілік береді. Олардың әр бірінің теңіз қарақшылығына қосылуының өз себептері һәмде шөлкемлесу ұсулары болған. Каспий теңізі қарақшыларының әдеуір бөлегін Дағыстанның жағалауындағы таулы һәмде ярым таулы жәмиетлер құраған. Олардың теңіз шабылуларына қатынасуы бірнеше факторлар менен түсіндіріледі. Яғни ауыл қожалығы мүмкіншіліктерінің шекленгенлігі, әскери жүріслер дәстүрі, сондай-ақ көплеген жағалау ауылдарының айемнен кіші кемелерде жүзу тәжірибесіне ие болғанлығы. Бұл топарлар кіші жүрдек кемелерден пайдаланып, тосаттан хүжім жасау һәмде жету қиын болған қолтықларға тез шегіну үшін қолайлы еді. Олар өз алдына әрекет ете алар еді, бірақ айрым жағдайларда жергілікті хүкімдарлар әулетінің қорғауында болды. Олар үшін бұндай іслер экономикалық пайда келтіру емаса қоңсыларға саяси басым өткеру құралына айланып қалған еді. Орта һәм құбла Каспийдің жағалау аймақтарынан, әсіресе Гилян һәмде Мазандараннан шыққан топарлар айрықша орын иелейді. Бұл аймақтар құрамалы таулы ландшафты, жәмиетлердің салыстырмалы өз бетіншелігі һәм ярым ғарисіз кемешілік дәстүрлері менен айырылып тұрады. Жергілікті топарларға балықшылар, жағалау саудасы менен байланыслы адамлар һәм сияси
тұрақсызлық дәуірінде теңіз қарақшылығын уақытша жасау ұсылы етіп таңлаған өнерменділер кіру мүмкін еді. Арқа-Каспий топарларынан айырмашылығы олар құбыла жағалар бойлап ұзақ жүзуге жарамды үлкен кемелерді көбірек пайдаланған және бір ахметлі топарды теңіздің батыс һәмде арқа-батыс жағалауларында әрекет еткен түрки һәм ярым көшпелі элементтер құрады. Олардың теңіз қарақшылығына қатынасуы көбінесе екі тәреплі емес сипатқа ие болған. Бұндай топарлардың бір бөлегі тынышлық уақытында теңіз ямасы жағалау таланшылығыменен шұғыланған жауынгерлерден құралған, ал сияси және жерлер дәуірінде аймақтық үкімдарлар тарапынан әскери қызметке шақырылуы мүмкін еді. Айрым дала қауымдері үшін теңіз қарақшылығы дала, Кавказ һәм жағалау арасындағы шекара зоналарына тән маусымлік шапқыншылықтар әдетінің давамы болған. Орта әсірлер шығыс деректері айрықша категорияны келіп шығуы әрқилы болған жалланба әскерлерден құралған аралас отрядтарды анықтауға мүмкіншілік берді. Бұл топарлар Кавказ арты, Ширван, Кавказ Албаниясы һәм арқа Иран уалаятларында хакимияттың әлсіреген дәуірінде пайда болған һәм жергілікті үкімдарлар тарапынан әскери мәселелерді шешу үшін жаллануы мүмкін болған жылдам әрекетшең бірлеспелер сипатында қызмет еткен. Сонымен бірге олар өз бетінше товарларды тартып алу һәм адамдарды құл етіп сату мақсатында теңіз жүріслерін әмелге асырған. Олардың этникалық құрамына түркілер, кавказлылар, иранлар һәмде Каспий теңізінің арқа жағалауындағы рус яки фин-угор топарларының уәкілдері кіруі мүмкін еді. Ерте орта әсірлерде арқа жерлерден келгендерді, әсіресе рус теңіз жүріслерінің қатынасушыларын өз ішіне алған отрядтарда ахметлі рөл ойнаған. Олар классикалық қарақшылар болмаса да, осыған ұқсас ұсуларды қолданған, жағалау орайларына hüjum жасау, олжаларды қолға кіргізу, Каспий Иран жерлеріне кіру жол сипатына пайдалану. Бұл уақияларды социалық құбылыс сипатындағы қарақшылықпенен шатастырмау керек. Бірақ олар Каспий әскери һәмде ярым қарақшылық іскерлігі майданы болған қатынасушылардың әртүрлілігін көрсетеді. Социалық мәністе де Каспий қарақшылары бір теклі топар емес еді. Олардың арасында балықшы диқанлар, таулы жәмәтлерден шыққанлар, бұрынғы әскерлер, қаржысыз қалған дәруішлер, өнерменділер һәмде теңіздегі шабуылдарға қатынасу, уақытынша табыс көзіне айланған ғарезлі ру ағзалары бар еді. Көбінесе қарақшылар кіші туысқанлық ямаса жергілікті бірлеспелерге, кейде белгілі бір әскери ямаса экономикалық дағдарыстар дәуірінде пайда болған үлкен коалицияларға бірлесетұғын еді. Теңізде кім һәм кімнің қорғауында шығуы мүмкінлігін анықлаушы ру қауымлық дүзіліслер де үлкен ахметке ие болған. Солай етіп Каспий қарақшылары Дағыстанның таулы жәмиетлерінен басылап Гиланның жағалау бойындағы қауымлеріне һәм ярым көшпелі түрки топарларға шекемгі болған. Этникалық жақтан емес, ал экономикалық нәзіктілік, саяси биліктің бөлшекленгендігі һәм сауда ағымларын бақылаудан пайда табу мүмкіншілігі сияқты ұқсас жағдайлар арқылы бірігіп отырған топарлардың құрамалы спектрін құрады. Олардың іскерлігі теңіз сауда, көшіп қону, қақтығыс һәмде жасау үшін кеңістік болған Каспий атрапы дүниясының жәмиетлік экономикалық шынлығының сәулесі еді. Каспий теңізінде теңіз қарақшылығының тоқтатылуы соңғы орта әсірлерден 19 ғасыр басыларына шейін созылған ұзақ һәм көп құрамалы процестің нәтижесі болды. Қарақшылықтың бір уақытта бастырылғанлығы хақында айту мүмкін емес. Жағалаудың әрқилы бөлеклерінде ол әрқилы уақытта жойылып кетті һәм бұл жоғалу мемлекет түзіліслерінің әсте ақырын бекемленуі, тұрақлы флоттың рауажлануы һәм Каспий бойы жерлерінің барқолла сияси системаларға қосылуы менен байланысты еді. 17 ғасырда Сафавилер Ираны һәм Рус мемлекеті теңіз саудасын қадағалау үшін шариятлар жаратуға ұмтылды, бірақ олардың әрекетлері ұзақ уақыт толық болмады. Орайлық биліктің әлсіздігі, тау жәмиетлерінің өз алдына әрекет ету һәм сияси жағдайдың тез өзгеру себеплі Каспий акваториясы үстінен тұрақлы бақылауды әмелге асыру мүмкін болмады. Бұрылыс дәуірі 18 ғасыр болды. Бұнда Россия һәм Иран аймақта өз басқару қатынастықтарын айтарлықтай бекемледі. Петр I-ның реформалары, Астрахан әскери теңіз инфраструктурасының дөретілуі һәмде Құбыла Каспийге әскери кіруге ұрынысылар, теңіз жолларының текарғы бөлімлерін қадағалауға қабілетлі тұрақлы құраллы күшлердің пайда болуына алып келді. Петр экспедициялары бүткіл теңізде толық үстемлікті тәминлемеген болса да, олар тұрақлы патруль қызметіне текар салды
аралды һәм теңіз бойындағы қалалар, әкімшілік һәмде сауда шirketlері арасында өзара тәсір етісудің жаңа механизмлерін жаратты. Иранда Надир Шах һәм кейінала Каджарлар мемлекеті билігінің бекемленуде осындай тәсір көрсетті. Гильян, Мазандаран һәм Талиш жағалары үстінен қатаң бақылаудың орнатылуы бұрын теңіз қарақшыларының тұрақлы топарлары болған уәлаятлардың өзара әрекет етуін шектеп қойды. Жағалаудағы қорғанлар, гарнизонлар һәм салық басқару системасы ғаресіз құраллы топарлар іскерлігі үшін кеңістікті азайтты. Аймақ экономикасындағы өзгерістер де ахметлі рөл ойнады. Иранның ішкі аймақлары арқылы каруан саудасының ахметінің артуы һәм ірі қалалардың рауажлануы теңіз кәсіплерінің ярым низамлы түрлеріменен байланыслы қожалық әмелиятларының үлесін кемейтті. 18 ғасырдың ортасынан 19 ғасырдың басына дейін Россия хакимиятының арқа һәмде батыс Каспий жағалауларына бекемленуі тек арғы фактор болып қалды. Каспий флотилиясының түзілуі, навигацияның тәртіпке салынуы, портлар һәмде бекемленген пунктлар тармағының құрылуы нәтижесінде бұрын қарақшылар пайдаланған кеңістік тұрақлы бақылауға айланды. Флотилия тек қана әскери операцияларда ғана емес, ал қорғаныс вазипаларына да қатынасып келді. Яғни сауда кемелерін қорғау, hüjümдерді тоқтату һәмде тарқау қарақшылар топарларын басқыш жоқ қылу. Россия империясы құрамына Дағыстан һәм басқа да Кавказ жерлерінің теңіз жағалау аймақлары бірлесіп баруменен теңізде қарақшылық етуді экономикалық жақтан пайдалы һәмде жәмиетлік жақтан мүмкін еткен социалдық һәм саяси жағдайлар жойылып барды. Қосымша фактор сауда құрылысының өзгеруі болды. Россия менен Иран арасында тұрақлы сауда байланыстарының рауажлануы, ірі порт орайларының пайда болуы һәм үлкен тоннажлы кеме қатынауларының көбеюі нәтижесінде майда қарақшы топарлары нәтижелі әрекет ету мүмкіншілігін жоғалтты. Олардың жеңіл кемелері һәм тосаттан hüjüm жасау тактикасы күшлерек, құралланған һәм қорғаушы кемелері пайда болған жағдайда өз тәсірін жоғалтты. Каспий бой мемлекетлерінде бюрократиялық механизмлердің күшеюі бұрын жергілікті саясатпенен экономикалық жасап қалу арасындағы сұр аймақта болған іс-әрекет түрлерінің де қылмыслы һәм қуғынға алынуына алып келді. 19 ғасырдың басына келіп Каспийдегі теңіз қарақшылығы тұрақлы социалық құбылыс сипатында дерлік тоқтады. Ол айрым уақияларда сақланып қалу мүмкін еді, бірақ енді ол системалы түрде де жергілікті жәмиетлер яки аймақлық хакімлер тарапынан қоллап қуатлануға ие емес еді. Тұрақлы мемлекеттік институтлардың жеңісі, әскери теңіз күшлерінің рауажлануы һәм жағалау аймақларының орайласқан саяси құрылымларға бірлесуі теңіз іскерлігінің табиатын түптикарынан өзгертті. Каспий теңіз сауда менен қарақшылық қатар жасай алатығын кеңістіктен, кеме қатынауының қауіпсізлігі мемлекеттік құрылымлар тарапынан тәминленетұғын, бақыланатұғын акваторияға айланды. Солай етіп Каспийде теңіз қарақшылығының жоқ болуы, мемлекетлердің күшеюі, флоттың рауажлануы, экономикалық моделлердің өзгеруі һәм жағалау мемлекетлерінің ұлымы мемлекетлік құрылымларға әсте ақырлықпенен қосылуы сияқты факторлар жиындысының нәтижесі болды. Бұл процесс аймақтың ұлыма өзгерісін сәулелендірді. Онда жергілікті автономияның дәстүрлі формалары орайластырылған басқару һәм халықаралық сауданың жаңа түріне орын берді. Каспий қарақшыларының тарихы көзге тасланарлық ақырғы ұрыспенен емес, ал теңіз мемлекетлер һәм олардың флотлары бақылауына өткенлігі себеплі. Әсте ақырын жоғалу менен жұмақланды. Бұрын таулы ауыллар яки жағалаудағы поселкалардан шыққанлардың кіші кемелері, каруанлар һәмде сауда кемелерін ұстап алатұғын жерлерде бүгін танкерлер, балық аулаушы траулерлер һәм жағалау елдерінің бақылаушы кемелері жүзіп жүр. Бірақ қарақшылықтың жоғалуы оны пайда еткен құрылымлардың, дүзіліслердің жоғалуын аңлатпайды. Экономикалық теңсізлік, бүткіл аймақлардың шетте қалуы, һәмде ресурслар үшін күрес елде Каспий күн тәртібінің бір бөлегі болып қалмақта. Барқы тек сонда кіші құраллы топарлардың орнын трансмилли компаниялар, мемлекеттер аралық бірлеспелер һәмде теңіз түбін шекаралау хақындағы
сөйлесулер иелейді. Каспий қарақшыларының кім болғанын һәм олардың қалай әрекет еткенін түсіну, жоллар һәм ағымларды бақылау әрдайымда рәсми шекаралардан ахметлірек болған аймақтың ұзақ мүддетлі логикасын анығырақ көруге мүмкіншілік береді. Тарихшы үшін бұл сюжетлер империялардың бекемленуі һәм қазіргі заман мемлекетінің қалыптасуы жағдайында шекара жәмиетлерінің өзгеруін суретлеу ұсылы болып табылады. Бүгінгі адам үшін олар тек Каспийдің стратегиялық ахметі хақындағы үйреншікті сөздердің артында саудагерлер, теңізшілер, әскерлер һәмде низам менен зорлық шекарасында жасаған адамлардың тағдирлері тұрғанын еске салады. Бұл Шайхун Жойбар еді. Бүгінгі санымыз сізге ұнаған болса, лайк басың, комментарий жазың һәм достарыңызға жіберіп қойың. Көріскенше.